Сәлем баршаңызға. Бүгін молочная девочка, яғни сүтті қыз торттың рецептімен бөлісетін боламын. 100 грамм бөлме температурасындағы сары майға 2 жұмыртқа қосып, блендермен араластырамыз. Жақсылап шайқаймыз. Енді сгущенкаға қосамыз. 1 банка қосуға болады, мен 1,5 банка қолдандым. Көждары нәзік, биік болып шығады. Міндетті түрде сгущенканың пайызына мән берген дұрыс. Неғұрлым қою болса, қамыры жұмсақ болады. Енді ұнымызға қопсытқышты қосып, ситыдан өткізіп, сұйық массамызбен біріктіреміз. Қамырымыз дайын. Осындай крем тартис болу қажет. Пергамент қағазынан осындай поклончиін алыңыздар, себебі басқа қағаздарға жабысып қалады. Диаметрін қағазбен я осылай форма қойып, өлшеп, қамырыңызды бірдей 4 бөлікке бөліп жағып шығамыз. Корждарымызды 180 градуста 4-5 минут пісіреміз. Енді кремін әзірлейміз. Клейге 33-35% болу қажет, және салқын күйінде миксерлейміз. Кішкене қоюланғанда қант ұнтағын және қоюлатқышты қосамыз. Творожный сыр болса қосуға болады. Енді тортымызды жинаймыз. Мен әсемдеуге кокосовый стружка қолдандым. Міне тортымыз дайын. 3-4 сағат холодильникке салып қойдым. Корждарымыз өте жұмсақ болған. Дәмі деген керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.